Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Амперметр шкаласы мүмкіндігінен көбірек тоқты өлшеу үшін арнайы лайықтап алынған шунт деп аталатын кедергіні амперметрге параллель жалғау қажет. Құралдың тізбектегі 10 амперге дейінгі ток күші осы құрал өлшей алатын максималды тоқ емес. 10 амперге дейінгі ток күшін өлшеу мүмкін болу үшін меншік кедергіні 0,1018 Ом болатын амперметрге арналған қосымша кедергі қандай болу керек? Балалар, біздің мақсатымыз қосымша кедергінің шамасын анықтау қажет. Ол үшін балалар, мынарда сұлбаны қарайтын болсақ, бізде А түйіннен кірген тоқ С түйінде тармақталып екіге бөлінеді. Осы жалпы тоқ осы тармақталып екіге бөлінген тоқтың шамасына тең. Енді осыны жазып қояйық балалар. И тең болады И амперметр қосу И қосымша. Осы жерден қосымша тоқтың шамасын анықтайық. И қосымша И алу И амперметр. Бізде балалар 10 есе артық тоқты өлшеуіміз керек. Содан И-дің орнына қояйық мәні, сонда И қосымша И амперметр минус И амперметр есетін белгіні бойынша жазып жатырмыз балалар. Енді осы жерден қосымша тоқты табу үшін амперметрді тек тоқтың шамасын жақсан сыртына шығарып жіберейік. Сонда И минус 1 болды балалар. Енді осы жерде сұлбаға қарайтын болсақ, балалар, бұл жерде амперметрдегі тоқ пен қосымша тоқтың кедергісі бір-біріне параллель жалғанып тұр. Сондықтан бұл жердегі кернеудің түсулері өзара тең. Енді осыны жазайық. У амперметр тең У қосымша. Сонымен И амперметр көбейтілген R амперметр И қосымша көбейтілген R қосымша. Осыдан балар И қосымшаны тауып алайық. И қосымша тең болады И амперметр көбейтілген R амперметр бөлінген R қосымша. 6. 4 пен 6-ны теңестірейік балар. 6-ны теңестіреміз. Теңдіктің сол жағы тең, яғни 10 жағы тең деп жазуымызға болады. И амперметр R амперметр бөлінген R қосымша тең болады И амперметр N минус 1. Осыдан амперметрді қысқартып жібереміз. Енді біздің мақсатымыз R қосымшаны табу. Осы жерден тауып алуға болады екен балалар. Сонымен R амперметр N минус 1. Енді өзімізге қажетті формуланы қорытып шығардық балалар. Енді орнына қойып есептей салу ғана қалды. R қосымша R амперметрдікі 18 10-ның минус 4 дәресі Ом 10 минус 1. Енді 18 9-ға бөлсек 2 10-ның минус 4 дәресі Ом екен. Яғни қосымша кедергінің кедергісі 2 10-ның минус 4 дәресі Ом болады екен. Енді балар, біз дәлелдеп жіберейік. Дәлелдеу. Осы есепті дұрыс шығардық па? Дәлелдеу. Балар, біз жерде параллель жалғанып тұрғандықтан және жазғанбыз. У амперметр мен У қосымшаның кернеуі өзара тең. Енді У амперметр үшін жазайық. И амперметр көбейтілген R амперметр. Жерден амперметрдегі кернеуді табайық. И тоқтың шамасы бізде 1 ампер көбейтілген 18 10-ның минус 4 дәресі Ом болды. Және есептедік. Сонымен 1,18 10-ның минус 3 дәресі вольт немесе 1,18 милливольт екен. Яғни амперметрдегі кернеудің түсуі өте аз 1,18 милливольт. Бізде сезімтал құрал жабдық қолданамыз тоқ күшін өлшеген кезде. Бұнымыз енді шығып тұр. Енді қосымшада тоқ күшті анықтайық. И қосымша У қосымша бөлінген R қосымша. Біздің үшінші теңдеу болсын. Орнына қояйық балар. И қосымша тең болады. Бізде
бұл қосымша 2 өзара тең, сондықтан 1,8-ді қолдануымызға болады. Немесе 18 10-ның -4 дәресі вольт. Және біз есептеп шығардық. 2 10-ның -4 дәресі 2 10-ның -4 дәресі Ом -4 пен -4 қысқартайық, сонда 9 ампер. Яғни қосымша бізге тармақталған тоғымыз 9 ампер болды. Енді жалпы тоқтың формуласын жазғанбыз. И тең болады И ампер метр қосу И қосымша. Осы жерде ампер метрде тоқ қанша кетті екен көрейік болар. И минус И қосымша. Мынау біздің 4-ші формула болсын, мынау біздің 5-ші. Енді орнына қояйық. И ампер метр бізде 10 ампер минус 10 есе артық. Минус 9 ампер тең болады 1 ампер. Яғни ампер метрде өлшей алатын шамасы 1 ампер екен. Бірақ бізде тоқ көзінен 10 ампер тоқ күші келіп тұр. Ал қосымша кедергінің арқасында балар біз мына жердегі тоқты тармақталып 9 амперге бөліп жібердік. Яғни біз керісінше дәлелдедік деген сөз. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар балар.